Баршаңызға сәлем. Бүгін өте маңызды сабаққа келіп жеттік. Бұл креатив қалай жасаймыз. Жалпы таргетинг жіберу негізі 20 минутта уақыт алады, даже 10 минутта уақыт алады. Бірақ та оны таргетинг жібердің алдында үлкен жұмыста жатыр. Ол не? Дұрыс креатив жазу, дұрыс текст жазу, барлығын дұрыстап алу. То есть креатив жібергенде қазір біз айтатын сабағымызда идея қайдан аламыз и креативті тез әрі сапалы етіп қалай жасаймыз тегін бағдарламамен. Соның барлығын айтып кететін боламын. Екіншісі, сіз жаңа проект алдыңыз, допустим, либо өзіңіздің проектіңізді жібергіңіз келіп жатыр таргетті. Сізде бір-екі идея болады. Біріншісі, өзім ойластырамын, таргет жіберемін. Екіншісі, басқалар қалай жасап жатыр, солардан қарап, олардан да жақсырақ жіберемін деген идея пайда болады. Біріншісі идея ол сіз өзіңіз жібердіңіз, басқаларға қараған жоқсыз, қалай жіберді, конкуренттерді қараған жоқсыз, өзіңіз жібере салдыңыз да, и сіздің видеоңыз либо таргетіңіз атпай қалуы мүмкін. И сіз бір-екі рет көрдіңіз, 7 рет көрдіңіз, тағы көрдіңіз, и бір күні атып кетеді, бірақ та сіз осының алдында біраз ақша құртып аласыз. Мен сізге рекомендую екінші вариант. Сіз өйткені басқалар қалай жасап жатқанын біліп аласыз, и олардан қалай жақсырақ жасаймын деген сізде идея пайда болады, и солардікінен креативіне қарап тағы да ойыңызды салып, идеяңызды салып, сіз жақсырақ жіберуге болады. Мысалы, мен мебельный бизнеске таргет жіберген болады. Сол жағынан басқа қаладан келген маған проект, допустим, изготовим кухню в Чимкенте под ключ от 14 дней с гарантией на год. Допустим, доставка, установка, сборка бесплатно, мойка в подарок, допустим, да. Бұның барлығын мен қайдан алдым, мен өзім ойластырып жаздым ба, жоқ, мен басқалар қалай жасап жатыр, и олардан да шамалы жақсырақ жасап, мен таргет жіберген болдым. Соны мен қалай жасалым, және де конкуренттерді қалай зерттеу керек, барлығын мен сізге көрсететін боламын. Достар, ең бірінші конкуренттерден қалай жасап жатқанын көру. Нәрде библиотека реклама деп жазасыз. Бұл библиотека рекламада бізге Facebook беріп қойған сайт, то есть адамдар қалай жіберіп жатқанын сіз көре аласыз. Мына жерде Қазақстан таңдасаңыз болады, категорияны таңдасаңыз болады. Мен нәрде все деген таңдаймын, өйткені мен басқа қалаларда, басқа мемлекетте қалай істеп жатқанын көргім келеді. Категория неге тоже все объявления. Допустим, айтарлық кухни на заказ деп жазайын. Сіз өзіңіздің проектіңізді жазсаңыз болады, либо өзіңізге керекті нишаны жазсаңыз болады. Мен мысал жаздым, кухни на заказ. Маған результат 730 объявление, бұл кәдігі активны болып тұрған рекламаларды маған көрсетіп жатыр. Мен сразу астыға қарай кетемін. Өйткені астында свежий и уже бұрыннан істеп тұрған маған нелерді көрсетеді. Бұрыннан істеп тұрған рекламаларды көрсетеді. Көпіне бір компанияда байқасаңыз. Астыға қарай түсіресіз. Изготовим кухню, под ключ в рассрочку 0 деп тұр. Байқасаңыз, осындай баннерлер көп. И сізде ой пайда болады. Мен неге осы артқан примерно қайталап, и текст жазып, и просто городтың атын өзгертіп, өзімнің қаламын жазып қойсам деген ой пайда болады. Сіз соны істеп көресіз. Енді бұлар қандай сайтпен жасап жатыр, соны қарайсыз. Басасыз. Бассаңыз, міне бұл кісі сайтқа жіберген. Сайтта сіз изготовим кухню в городе шахты по индивидуальным размерам под ваш бюджет от 14 дней. Көрдіңіз, мен оферлар бұлардың. Сізде хоп, идея пайда болды. Жақсы офер екен деп ше. Мен неге изготовим кухню в городе Алматы по индивидуальным размерам, неге көше салмайым деген идея пайда болады. Астыға түсіресіз, пройди тест и получи проект деп жауап тұр. Жалпы сізде мен осындай идея пайда болды. Бұлай жақсы жасап жатыр екен деп. Бұл сайтқа до конца көшпей қойық. Алдыңғы тақырып көшейік. Так, міне сіз примерно біліп алдыңыз, адамдар қалай жұмыс жасап жатқанын, қалай жіберіп жатқанын. И міне сізде текст пайда болып тұр. Неде текст жазған: кухня на заказ, Томске, от продюсера гарантии 36 месяцев, бесплатный замер, дизайн проект бесплатно, все бесплатно жазып қойған. Так, енді сіз бұл видеоларды, бұл картинкалар әрине сразу көшіріп алсамайсыз, сала салмайсыз, әрине сіз өзіңіз жасау керек боласыз. Допустим, сіз проект алдыңыз, мебельный бизнеске, либо кез келген одежда болсын, өзіңіз қарайсыз. Сол кезде Instagram аласыз да, Instagramнан жақсы баннерлерді көшіріп, қазір мен Canva кіріп, өшерге салатын боласыз. Мен всегда реклама жібергенде
2-3 баннер ғана жасап жібере салмаймын. Мысалы мен тестировать етемін, то есть просто баннерлерді салып көремін и тура жаңағындай коллекция қылып жіберіп көремін, 3 видео салып көремін. Жалпы мен бір 10 креативті жіберіп көрген дұрыс болады. Сол кезде сіз Фейсбукқа задание бересіз, так мен 10 видео саламын саған, соның қайсысын бәрін жақсы жүріп тұр, соны маған тауып бер деп. То есть сіз қазір өзіңіз айта алмайсыз, сізге ешкім айта алмайды, мынаны сал, мынау күшті өтеді деп айта алмайды. Барлығын уже халық өзінің таңдауын жасайды. Шаблонға кіресіз да. И мына жерде жазып көрсеңіз болады. Айтарлық мебель деп ше. Жаңағыдай кухня деп жазып қойын. Сізге мін дайын баннерлерді көрсетеді. Өшеден алып, мысалы, платный версиясы бар, платный сатып алсаңыз болады, и бесплатный версиялары бар. Өшеден алып, изменить шаблонды басып, Canva'ның барлығы қолданылады деп ойлаймын. Өшеден просто оферді алып өзгертіп жіберсеңіз де болады. Қазір мен өзім қалай жасадым, соны көрсетейін. Проекты, допустим. Мен өзім фотоны салдым. Бұл клиенттің өзінің жасап жатқан фотосы. Салдым да и текст жазып қойдым. Мен барлығын қалай жасадым, қайтадан көрсетіп жатырмын сізге түсінікті болу үшін. Бұл текст көрінбей қалуы да мүмкін. Допустим, мынау көрінбей қалды. Енді мен қара теңді қосып қойдым. Сол текст жақсы көрінеді. Бұл теңді қайдан аламыз? Удалить етемін. Элементіге кірем. Элементіге кірсем, міне графика деп тұр. Соған показывать все деген бассаңыз. Міне де градиент дегенде тұр. Қарасын таңдап алсаңыз болады, либо же фиолетовый бар, тоже таңдап алсаңыз болады. Любой түс. Қарасын таңдайық, текст жақсы көріну үшін. Осыны таңдадыңыз. Түсіге қарай шамалы көтеріңіз, астыңғы жағын көтеріледі міне. И доставка, подсветка и установка бесплатно деген тексті жазасыз. Бұл жерде тексттерді өзгертуге болады. Мына жерден қарайсыздар, шрифттарды. Мына қойсаңыз болады. Енді жирный қойсаңыз болады. Ставка, наверное, жми. Так, снять расположение назад жіберейін. Призыв в действие по-любому болу керек. Неде жми деген кнопка еткен адамдарға сіз нақты не істеу екенін айту керексіз. Так, мынандай стрелкаларды қайдан аламыз десеңіз, мына жерден прям стрелка деп жазсаңыз болады. Стрелка деп жазыңыз, міне осы жерден любойын таңдап алсаңыз болады. Өзіңізге ұнаған, бесплатно барлығы. Pro дегендер уже платный версиялар. Мынау да жақсы екен. Мынаны орнынан қойып қойсам. Так, мына жерде цветін өзгертуге болады. Сарыға. Точно так же үстіне қарай жазып қойдыңыз. Міне кухня на заказ. Бұл креативтерге қатты мән беріңіз. Көп уақытыңызды осы креативтерге құртыңыз, өйткені өте маңызды. Таргетті жіберу ол просто настройкаларын қойып опубликовать деген кнопканы басу. Оның алдында сериет жұмыс обязательно креатив. Міне бүкіл баннерлерді осы жасап шықсаңыз болады. Canva'дан егерде білмесеңіз, басқа да неде міне Супа деген бағдарлама бар. Супа деген тоже именно видео изображениеге арналған, тоже бұл жерден бесплатный версиялар бар. Создать контент для соцсетей деген басасыз. И өзіңізге ұнаған тоже таңдап алсаңыз болады. Бұл анимацияға арналған. Ешқандай қиындығы жоқ, барлығы қарапайым. Мына жерден просто аласыз да регистрация өтесіз.
регистрация өтесіз де, мына жерде міне өзгертетін тексттер бар. Өзгертсеңіз болады. И мына артына өзіңіздің шаблоныңызды қойсаңыз болады. Загрузить дейсіз де. Загрузить. Допустим, любой мына жерде шықты. Осы артқы фонда өзгертсеңіз де болады. Именно текст каждый түсінікті. Бұл методын тіркеме үйреніп аласыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Обычно мен мына Canva'дан жасаймын. Кез келген проектті. Достар, креативті қалай жасау керек и креативқа қайдан идеяларымыз, тағы да бір керемет бағдарлама бар. Ол Telegram каналда чат GPT деген бар. Көп кісілер бұны қолданбайды екен. Қазір мен сіздерге айтатын болам. Телеграмға кіресіздер. Мына жақта чат GPT деген бар. Поисктан тауып аласыздар. Мына GPT чат. Так, осы жерге кез келген сұрақ қойсаңыз болады, бұл сізге жауап береді. Допустим, сіз креатив идея болмай жатыр, либо текст жазу идея болмай жатыр. Неге, допустим, креатив для мебельного бизнеса жаздым. Күтесіздер. Осы жерден идея алсаңыз болады. Бұл чат GPT кез келген сіздің сұрағыңызға жауап береді. Өте керемет бағдарлама. Бұны қолданыңыздар, достар. Нейросеттің жаңадан шыққан бағдарлама көбісі білмейді екен. Осын білмесеңіз, міндетті түрде қолданыңыз. Мін барлық по полочкам жазып береді сізге. Интерактивный каталог мебели. Создайте онлайн-каталог, который позволит вашим клиентам посмотреть мебель в 3D формате и настроить. Осы жерден сіз идея ала берсеңіз болады. Көрдіңіз бе? Каждыйын жазып шықты. Осы жерден қараңызда, идея алдыңыз да жібердіңіз. Достар, сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше.